Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әулеті. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тегі Хашимилер әулеті ретінде танылған. Әулеттің аты Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам арғы атасы Хашим ибн Абдуманафтың құрметіне қойылған. Қусайдан мұраға қалған қажыларды сумен қамтамасыз ету және оларға қонақасы беру салтын Абдуманафтың ұлдарының ішінде Хашим жалғастырды. Ал Хашимнен кейін бұл міндетті оның бауыры Мутталиб атқарды. Сонан соң мұра қайтадан Хашимнің ұлдарына өтіп, Араб жазирасында исламның таң атқанға дейін аталмыш үрдіс оның ұрпақтарының басшылығында жалғасын тапты. Хашим бай қуатты замандастарының ортасында зор абыройға ие кісі еді. Өз тұсында ол Меккеге келген қажыларға сәрид деп аталатын ұсақ нан қосылған ет шалмасымен қонақасы беруге бастамашы болған. Сондықтан да ол өзінің есімі Амр болса да, нанды ұсақтап қажыларға сәрид әзірлейтіндігіне орай адамдар оған Хашим, сақтаушы деп лақап аттағып, солай атап кеткен. Хашим сауданың қыр-сырын жақсы меңгерген шебер көпес еді. Ол жылына 2 рет қыста, жазда керуен жабдықтап, сауда сапарына жөнелтіп отырды. Құрайштардың осылай жылына 2 рет сауда керуенімен сапарға шығу үрдісі Хашимнен қалған. Хашим жайлы жеткен деректердің бірде ол сауда істерімен Шам өлкесін бетке алып бара жатып, жолай Ясрибке, яғни Мәдинаға аялдап, онда Ади ибн Наджар руының қызы Сәлма бинт Амрға үйленеді және біраз уақыт жаңа үйленген әйелінің жанында болады. Сонан соң аяғы ауыр әйелін төркінінде қалдырып, өзі Шам өлкесіне сапарын әрі қарай жалғастырады. Алайда Хашим Палестина аумағындағы Ғазза қаласына жеткенде кенеттен дүние салады. Ал Ясрибте қалған әйелі Сәлма ұл бала табады. Және дүниеге келген сәбиінің шашы аппақ қудай болғандықтан оның анасы Шайба Ақшаш деп ат қояды. Бала Ясрибте нағашы жұртына тәрбиеленіп жатты. Әкесінің Меккеде тұратын туыстары бұл жайттан хабарсыз болатын. Жоғарыда қажыларды сумен қамтамасыз ету және оларға қонақасы беру мансабы Хашимнен кейін оның бауыры Мутталиб ибн Абдуманафқа өткендігі айтылған болатын. Мутталиб тайпаластарының ортасында беделді, сөзіне жұрт құлақ асатын абыройлы кісі еді. Құрайштар оны мәрттігіне, мырзалығына орай Файят арнасынан тасушы деп атайтын. Мутталиб бауыры Хашимнің баласы Шайба 7-8 жасқа толғанда ғана Ясрибте қандас бауырының барын біледі. Сөйтіп ол Ясрибке жол тартып, бауырының ұлын іздеп табады. Баланы көргенде көздері жасқа толып, оны құшағына қысады. Мутталиб Шайбаны анасынан сұрап, оның әкесі Хашимнің мүлкіне ие болатындығын және Алланың қасиетті аймағында өмір сүретіндігін айтып, өзімен Меккеге алып келеді. Түйеде көкесінің арқасына мінгесіп келген Шайбаны адамдар Мутталибтің құлы деп ойлап, оған Абдул-Мутталиб, Мутталибтің құлы деп ат қойып алды. Және бұл лақап оған өмірінің соңына дейін таңылды. Абдул-Мутталиб көкесінің қолында ер жетті. Ол көкесі Мутталиб қайтыс болған соң оның мансабын иеленді және тайпаластарының арасында аталарының ешқайсысы жетпеген абырой беделге көтерілді. Ел ішінде оның мәртебесі биік болды. Тайпаластары оны жақсы көретін. Абдул-Мутталиб Құрайштарға дейін бір кездері Меккені мекендеген ежелгі тұрғындар Журхум тайпасы қаланы тастап кетуге мәжбүр болғанда көміп тастаған Зәмзәм бұлағын аршып тазалап, бұлақты қажылыққа келгендердің иелігіне ұсыну мәртебесіне қол жеткізді. Абдул-Мутталибтің бұл ісіне түрткі болған жағдай оған түсінде Зәмзәмді тазалау бұйырылып, құдықтың орны да нұсқалғанды. Зәмзәмді қазу кезінде Абдул-Мутталиб Журхумдер құдыққа көміп кеткен біраз құнды заттарды қылыштар, сауыттар және алтыннан соғылған киіктің 2 мүсінін аршып алды. Кейін ол қылыштарды балқытып, қағбаға есік соқтырды
және киіктің мүсіндерін ертіп Қағбаның есігін алтын кесектермен безендірді. Абдулмуталиптің тұсында тарихта қалған атышулы оқиға болды. Ол Эфиопия патшасының Йемендегі әкімі Абраха әс-Сабах бастаған қосынында алпауыт пілдері бар 60 000 эфиоп қолымен Йеменнен Меккеге қарай Қағбаны бұзу мақсатымен келген әскердің шабуылы болатын. Жорықтың себебі христиан дінін ұстанатын Абраха әл-Хабаши арабтардың Қағбаға қажылық жасайтындарын көрген соң Санға қаласында үлкен шіркеу тұрғызып, арабтардың қажылығын сол жаққа қарай бұруды қалайды. Мұны естіген арабтардың бірі шіркеуге түн ішінде күзетшілерге байқатпай кіріп, шіркеудің құбыласын нәжіспен былғап кетеді. Оның бұл қылығына ашуланған Абраха Қағбаны қиратуға бел буып, қарақұрым әскер дайындайды. Әскердің қосынында 10 шақты піл болды, ал Абраха өзі үшін ең үлкен пілді таңдап алады. Әскер Муздалифа мен Минаның арасында орналасқан Мухассир жазығына жетіп, шабуылға көшкенде қосындағы басты піл тізерлей шөгіп, Қағба тарапқа аяқ баспастан орнынан тұрмай жатып алады. Олар пілді басқа бағытқа бұрса, орнынан тұра жүгіретінде, Қағбаға қарай бағыттаса, бірден шөгіп жата кететін. Басқыншылар осылай абдырап тұрғанда, Алла тағала оларға топ-топ құстарды жіберді. Құстар басқыншыларды тасқа айналған лай кесектерімен атқылады. Қарлығаштар мен торғайларға ұқсайтын бұл құстардың әрқайсысында бұршақтың көлеміндей 3 тастан, аяқтарында 2 тас, тұмсықтарында 1 тастан болды. Тас деген кісінің ағзалары жұлынып түсіп, өлім құшатын. Алланың жіберген жазасынан соң олар мал жеген сабанның қалдығы сияқты болып қалды. Жау әскері талқандалып, көздеген мақсаттарына жете алмады. Олардың өлгені сол жерде өлді. Қашып құтылғандары жолда қырылды. Ал Абраха Алланың қаһарымен дертке шалдығып, саусақтарының ұштары түсіп қалды. Ол Санғаға жүдеп жадап әрең жеткенімен, кеудесі жүрегі көрінерліктей ойылып, азаппен өлді. Бұл оқиға Құран кәрімнің піл сүресінде қысқаша баяндалған. Ол Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келуден 2 ай бұрын болған еді. Абдулмуталиптің 10 ұлы болды. Олардың бірі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әкесі Абдулла. Абдулланың бауырларының ішіндегі ең жақсысы, ең арлысы, әкесінің жанына жақын тартатын сүйікті баласы еді. Абдулмуталип Зәмзәмнің көзін ашқан кезде Құрайштар бұлаққа серіктесеміз деп, онымен біраз тайталасқан болатын. Сонда Абдулмуталип, егер Алла маған 10 ұл беріп, олар осындай жағдайларда мені қорғаштай алатын жасқа жетсе, міндетті түрде олардың бірін құрбандыққа шаламын деп серт беріп, құрбандық атайды. Уақыт өте айтқаны келіп, одан 10 ұл туып, ер жетеді. Содан ол ұлдарының бірін құрбандыққа шалмақ болып, оларға жеребе тастағанда, жеребеге Абдулла шығады. Берген сертін орындау үшін әкесі сүйікті баласын Қағбаға ертіп келеді. Алайда Құрайштар, әсіресе Абдулланың бауырлары және нағашылары Абдулмуталипті бұл ойынан қайтуға үгіттейді және сертімді қайтемін деген оған көріпкел әйелге барып кеңес сұрауын нұсқайды. Көріпкел әйел оған Абдулланың қарсысына 10 түйе қойып жеребе тастауды, жеребе Абдуллаға шықса тағы 10 түйе қосылды және жеребе түйелерге шыққанға дейін әр жеребе тастаған сайын 10 түйеден қосып отыруға кеңес береді. Абдулмуталип осылай жасады және жеребе әр тастаған сайын Абдуллаға шыға берді. Ол 10-шы ретте түйелердің саны 100-ге жеткенде ғана түйелерге шықты. Сөйтіп, әкесі Абдулланың орнына 100 түйені құрбандыққа шалды. Бұған дейін Құрайштар мен арабтарда кісінің құны 10 түйе болатын. Осы оқиғадан соң кісі құнына 100 түйе төлеу үрдісі қалыптасты. Және исламда да бұл үрдісті өзгеріссіз қалдырды. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әкесі Абдулланың құрбандыққа аталуының мәнісі осы. Осыған орай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен
екі құрбандықтың баласымын деп, арғы Исмаил атасы мен әкесі Абдулланы меңзеген. Абдул-Мутталиб баласы Абдуллаға қалыңдықты өзі таңдауды жөн көріп, Құрайш тайпасының текті әрі абыройлы әйелдерінің бірі Уахб қызы Аминаға құда түсті. Аминаның әкесі Уахб Бәну Зухра әулетінің беделді мырзасы болатын. Құдандалықтан соң Абдулла мен Амина анамыз Меккеде отау құрып, жас келіннің аяғы ауырлап, алтын құрсағында болашақ пайғамбар пайда болды. Сол аралықта Абдул-Мутталиб ұлын сауда істерімен Ясриб қаласына немесе Шам өлкесіне аттандырады. Осы сапарында Абдулла ауыр дертке шалдығып, Ясриб шаһарында небәрі 25 жасында қаза тапты және сүйегі Набиға әл-Жағдидің ауласына жерленді. Әкесі өмірден өткенде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам әлі дүние есігін ашып, жанары жарық көрмеген құрсақтағы нәресте болатын. Абдулланың қалдырған бар дүниесі 5 түйе мен 1 отар қой және Умму Айман дейтін күния есіммен аталатын шынаты Бәрәка эфиопиялық күң ғана еді. Кейін осы Умму Айман сәби елшінің саллаллаху алейхи уассалам күтушісі болды. Келесі тақырыпта Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келуі жайлы баяндайтын боламыз. Арнамызда шығатын видеоларды бірінші болып көру үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіз.